Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын макароны гнезда деп аталатын тағам дайындаймыз. Бұл тағам әдеттегідей тұзды суда немесе подливте піспейді. Бұл ерекше тұздықта піседі. Егер қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші біз фаршымызды, яғни тартылған етімізді дайындап қоямыз. Оған дәмдеушімізді өзімізге ұнаған кез келген тұз, бұрыш, паприка бәрін қоссаңыздар болады. Және тартылған етіміздің үстінен бір дана пиязды майдалап төртбұрыштап турап саламыз. Бұл жерде мен жартысын пайдаланып жатырмын, өйткені менің пиязымның көлемі үлкендеу. Келесі бізде сәбіз, оны ең майда, ең ұсақ үкіштен өткізіп алып, тартылған етімізге қосамыз. Осы қоспалардың барлығы бір-бірімен жабысып бірігу үшін біз міндетті түрде тартылған етімізге және көкөністеріміздің үстінен жұмыртқа қосамыз. Макароны гнезданың ортасынан салатын біздің тефтелилер дайын. Енді біз тұздығын дайындауға кірісеміз. Сәбізді ең үлкен үкіштен өткізіп аламыз. Және пиязымызды төртбұрыштап майдалап тураймыз. Қызып тұрған табамызға 2-3 ас қасық сұйық май құйып, пиязымызды жұмсарғанша немесе қызарғанша қуырып аламыз. Енді біз пиязымыздың үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді қосып, сәбіздер жұмсарғанша табада қуырамыз. Пияз бен сәбіз қуырылып жатқан кезде үстінен дәмдеуіш қосуды ұмытпаңыздар. Себебі осы кезде олар өздерінің бойына ерекше дәмді сіңіреді және біздің тұздығымыз өте дәмді болып шығады. Біздің пияз бен сәбізіміз жұмсарып қуырылып болды. Енді олардың үстінен 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Қаймақ міндетті түрде 20% болғаны дұрыс. Және 1 ас қасық томат. Томат пен қаймақ екеуі қосылған кезде ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып шығады. Енді біз су құямыз. Осымен біздің тұздығымыз дайын. Жай отта қақпақтың астында қайнағанша ұстаймыз. Суымыз қайнап бастаған кезде видеода көрсетілгендей мынадай арнайы гнезда ұяшық сияқты макарондарымызды орналастырып шығамыз. Макарондарымызды орналастырып болдық. Енді олардың үстінен тефтелилерімізді салып шығамыз. Бұл жерде менде фарш өте жұмсақ болып тұр.
Уайымдамаңыздар, егер сіздердің де фарштарыңыз дәл осындай жұмсақ болып тұрса, онда қақпағын жауып, видеода көрсетілгендей будың көмегімен бір-біріне біріктіріп алуға болады. Қақпақтың астында жай отта 10 минуттай тұрды. Біздің фарштарымыз, тартылған етіміз бір-бірімен бірікті. Енді макарондарымыз батқанша су құйып шығамыз. Біздің макаронны гнезда тағамымыз дайын болды. Шамамен жай отта қақпақтың астында 20 минуттай тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай мен тағы да олардың үстінен ірімшік қосып жатырмын. Егер сіз ірімшік ұнатпайтын болсаңыз, оны қоспасаңыз да болады. Ірімшік ерігенше қақпақтың астында тағы да 5 минуттай ұстаймыз. Ол ерігеннен кейін ірімшіктің өзінің ерекше өзіндік дәмі, тұздылығы сол біздің тағамға өтеді. Ерекше соуста, тұздықта жасалатын біздің макароны гнезда тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, өте ерекше болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған мен Арайлым.